Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге венский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепті мен жасап жүргеніме ұзақ уақыт болды. Яғни бұл рецепті идеальный шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Жүп-жұмсақ, күшті болып шығады. Таңғы асқа жасап жесеңіздер өте дәмді болады. Керек заттарды описаниеге толықтай қалдырып кетемін. Ең алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз 2-3 есе ұлғаю керек. Ол үшін 5-6 минут миксермен миксерлейсіздер. Одан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Керегінше сметанымызды салып, тағы да 1 минут араластырамыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, массамызды 2-ге немесе 3-ке бөліп отырып, салып миксермен барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша дәміне қарай ванильный сахар қоссаңыздар болады. Біздің массамыз дәл осы видеодағыдай осылайдан оп-оңай ағып тұру керек. Одан кейін осындай қызып тұрған тапамыздың үстіне 2 немесе 3 ас қасықтан саламыз. Одан көп салып жібермеңіздер. Өйткені біздің массамыз қазір ұлғайып, сыртқа қарай ағып кетуі мүмкін. Сол себепті көп салмаңыздар, мен сияқты осылайынан жұқалап салсаңыздар болады. Әр адамның вафельницасы әртүрлі пісіреді. Менікі 5-6 минутта дайын болды. Қараңыздар, екі беті де қызарып әдемі болып пісті. Сіздердікі если 7-8 минутта пісуі мүмкін. Шамалы уақыт өткеннен кейін ашып қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін мен бетін осылайынан шоколадтың көмегімен сәндедім. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Жеміс-жидек қоссаңыздар да болады. Немесе сахарный пудрамен де сәндесеңіздер де болады. Болмаса, өзің ғана жей беруге болады. Достар, дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, дәл осындай жүп-жұмсақ, пухлый болып, әдемі болып шығады. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер ұнаса, маған лайк, комментарий басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлзада, баршаңызға ас болсын, қош сау саламатта болыңыздар.